Құрметті достар, біз бүгін каркаде және түрлі жемістерден сусын дайындайтын боламыз. Қараңыздар, біздің жемістерімізге алманың қағы, қара өріктің, кепкен, жаздағы кептірілген қысқа дайындалған жемістер. Қараңыз, барлығы таза кептірілген. Қара өрік, шиповник, итмұрын дейміз қазақшасын. Мейіз, жейде, барлық түрлері бар. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламыз. Пайдалы жемістер бұл. Қараңыздар, қысқа керекті дәрумендер. Мынау каркаде. Осындай пачкадан өзімізге керектігін аламыз. Бұл бір пачканы бірнеше рет қолдансаңыздар болады. Мен осы қысқа кептіріліп дайындаған жемістерімді 2 немесе 3 рет шайып аламын сумен. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бұл қысқа керекті дәрумендер. Міне барлық шаң тозаңнан тазартылды. Осы тазартылған жемістерімізді таза суға салып, ыдысымызға салып, бұл жерде керекті каркадемізді саламыз, аз ғана мөлшерде, өйткені қою қызыл болып кетуі мүмкін көбірек болса. Және шекерімізді саламыз. Дәміне қарай шекерімізді өзіміз бөліп салып отырамыз. Енді осына жай отқа жарты сағат немесе 15 минуттан бөліп суытып қайнатсаңыздар да болады. Міне дайын біздің сусынымыз. Жемістеріміздің бәрі уже витаминдерін суына берді. Енді бұны ала берсек болады. Барлығын тазартып, ыдысымызға сүзіп құямыз. Түсі қандай керемет. Қонақтарға да, үй жағдайында өзіміз күнделікті ішкенге де осылай демдесек болады, дайындап ішсек болады. Қараңыздар, түсі қандай әдемі шығып жатыр. Енді осыны суытып іше берсек болады. Міне сусынымыз дайын. Егер сіздерге көмегім тиіп жатса, менің YouTube каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.